Кентау қаласына қарасты Қарнақ ауылдық округінен сайланған Бекзат Давранұлы 8 шақырымдағы қалалық мәслихат депутаты. Ол өз сайлау округінде атқарған жұмыстар арқылы тұрғындар арасында есімі етене таныс. Бүгінде Қарнақта инфрақұрылымдық мәселелер кезең-кезеңмен шешілуде. Атап айтқанда, ауыз сумен, газбен қамтамасыз ету, жол мәселелері ретімен шешіліп, ауыл дамыған елді мекендердің қатарында. 2024-2025 жылдары ауылды газдандыруға 4 миллиард 700 миллион теңге қаралған. Құрылыс жұмыстары бүгінде қарқынды жүріп жатыр. Жоба аяқталғаннан кейін Қарнақ 100% газбен қамтылмақ. Ауылдағы ең үлкен, ең шешімін таппай тұрған мәселелерден бірі ауылды газдандыру мәселесі еді. Міне сол мәселеде 24-25 жылдарда өз шешімін тауып, бүгінгі таңда ауылда газдандыру мәселелері жүріп жатыр. Жұмыстары жүріп жатыр. Әрине 4 миллиард 700 миллион теңге қаралып республика тарапынан бүгінгі таңда жұмыс қарқынды кетіп жатыр. Бекзат Давранұлы өз сайлаушыларына үнемі қолдау көрсетіп келеді. Ол ауыл арасын жалғайтын көпірді өз қаражаты есебінен салдыртты. Мектеп аралық тротуар мәселесін шешуге ат салысты. Ағаш көпір болған, оны жерде тақта көпір. Машина мына суды кешіп өтетін полный. Вообще машина өтпейді. Қиындық туғызатын. Ой, қиын болғанда енді сол ауылдың тұрғындары 2016 жылы шығып. 2016 жылы өзіңізге өтініш жасады. Иә, өтініш жасап, сол кезде осыны бір бізге көмек беріңіз, осы бір көпір салайық деп. Как раз сол жылдары бізден областной трасса құрылып атқанды ғой. Сол областной трассадан мына Темірлановканың көпірден шыққан бетондарын әкелтірген мұнан. Соны көпірден шыққан бетондарын сояқтан әкеліп, соны қойып, осы ауыл тұрғындарымен бәріміз асарлатып, бұл көшенің бәрі күніге шығатын. Салдыңыз. Жақсы болып қалды. Халықтың алғысына бөлендіңіз. Енді ең сауап жұмыстың бірі көпір салу. Көпір салу дейді ғой, иә. Және аудан бюджетінен қаржыландыруға ықпал жасады. Сонымен қатар Қарнақта 300 орындық заманауи мәдениет үйінің құрылысы 2024 жылы басталған болатын. Биылғы жылы наурыз айында пайдалануға беріледі деп жоспарланып отыр. Жарықтандыру мәселесі толық шешілген. Ауыз су мәселесі де алдағы уақытта реттелмек. Ауыл әкіммен бірлесе отырып, депутат инвестор тартуға ықпал етіп, Қарнақта ірі мал бордақылау алаңы ашылуда. 1000 басқа арналған екен. Бөленді Қарнақ ауылындағы ең ірі мал бордақылау алаңы есептеледі бүгінгі таңда. Енді өзіңіз білесіз, президенттің өзі айтып отыр, қазір инвестор тарту бірінші мәселе қойылып отыр. Әр қандай облыста да, ауданда да ең бірінші мәселе осы жергілікті жерге инвестор тарту. Осы мәселе бойынша біз өзіміз Түркістан қаласындағы ИП Ирисметов деген жеке кәсіпкер бар. Сонымен келісім жүргізіп, Кентау қаласының әкімдігіне мен кездесіп отырып, олар солардың қолдауымен баяғы инвестормен келісіп, бүгінгі таңда осы ауылға, осы инвесторға бүкіл жағдайын жасалып, жер бердіңіздер ғой. 30 гектар жер беріп, бүгінгі таңда міне 5 гектар жерге өзінің мал бордақылау алаңын салып отыр. Енді бұл инвестордың мақсады бірінші орында осы мал шаруашылығын дамыту. Белсенді әрі іскер депутат ретінде Бекзат Давранұлының ісіне қарап, ол сенімді, салмақты және нақты нәтиже беретін депутат екендігін көрдік. Қорытындысында елге берері мол, нәтижелі жұмыс істейтін халық қалаулысы екен деген ойда қалдық. Ұлдархан Олиханқызы, Есболат Тұрмаханов, Сақ ақпараты.